Қайырлы күн, құрметті достар. Біздің YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі таңда кез келген жас құрылыс инженері немесе жобалаушы маман ПК-Лира Сапр бағдарламасын меңгеріп, күрделі зәулім ғимараттарды секунд ішінде есептеп шығуды армандайды. Экрандағы осы әдемі 3D модельге қараңызшы. Батырманы бассаңыз болды, бағдарлама бірден дайын нәтижені бере салады. Керемет, е? Бірақ тоқтай тұрыңыз. Егер сіз осы бағдарлама тек батырмаларды басу деп түсінсеңіз, сіз үлкен қателік жасап жатырсыз. Бүгін біз Лира Сапрдың артында қандай құпия жатқанын және нағыз білікті маман болу үшін осы шыңнан төмен қарай қандай баспалдақтармен түсу керек екенін көрсетеміз. Бірінші баспалдақ. Бағдарламаның дәл осы нәтижені есептеуіне не көмектесті? Әрине, метод конечных элементов МКЭ. Компьютер біз сияқты тұтас ғимаратты бірден көре алмайды. Ол осы үлкен 3D құрылымды миллиондаған ұсақ қарапайым элементтерге бөлшектейді. Лира Сапр бұл ең алдымен алып метод конечных элементов калькуляторы. Бірақ бұл калькулятор әрбір кішкентай элементті қандай заңмен есептейді. Ол үшін келесі баспалдаққа түсеміз. Екінші баспалдақ бұл құрылыс механикасы немесе барлығымыз білетін строймех. Метод конечных элементов теориясы бойынша әрбір элемент осы строймех заңдарына бағынады. Мұнда біз күрделі жүйелердегі, яғни статикалық анықталмайтын рамалар мен фермалардағы ішкі күштердің таралуын зерттейміз. Бағдарлама сізге сызып берген әрбір эпюра осы строймехтегі күштер немесе орын ауыстыру әдісінің нәтижесі. Бірақ тұтас раманың ішіндегі әрбір жеке балканың күйін қалай білеміз? Төменге қарай жүріңіз. Үшінші баспалдақ материалдар кедергісі, яғни атақты сопромат. Тұтас ғимараттардың берік болуы, оның әрбір балкасы мен колоннасының беріктігіне байланысты. Сопромат бізге материалдардың ішкі әлемін ашады. Күш түскенде темір немесе бетон қалай майысады, қай жерде қатты кернеу пайда болады, қай жерде сығылу немесе созылу жүріп жатыр. Міне Лира Сапрда бетон мен арматураны таңдағанда сіз дәл осы сопромат заңдылықтарын қолданасыз. Бірақ бұл кернеулерді тудыратын сыртқы күштердің өзін қалай есептейміз? Оны білу үшін ең түпкі негізге түсеміз. Міне біз бүкіл инженерияның іргетасына, теориялық механикаға, атап айтқанда статикаға жеттік. Бұл ең төменгі, бірақ ең маңызды негіз. Мұнда бәрі қарапайым. Егер сіз сыртқы күштердің тепе-теңдік теңдеулерін құра алмасаңыз, тіректердің реакцияларын түсінбесеңіз, жоғарыда айтылған ешбір программада, теорияда жұмыс істемейді. Статика бұл бүкіл құрылыс әлемінің бастауы. Көрдіңіздер ме, достар? Біз Лира Сапрдан бастап термохқа дейін түстік. Ал шынайы өмірде жобалау процесі керісінше төменнен жоғары қарай жүреді. Теорияны білмей, бағдарламада тек батырма басу соқыр адамның машина айдағанымен тең. Кішкентай қате бүкіл ғимараттың құлауына әкелуі мүмкін. Міне біздің алдағы жаңа курсымыздың мақсаты да осы. Сізді жай ғана батырма басушы емес, іргетасы мықты, теорияны терең түсінетін және Лира Сапрда саналы түрде есептей алатын нағыз кәсіби инженер етіп шығару. Біздің курсымызға жазылыңыз, видеоға лайк басыңыз, арнамызға тіркеліңіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.